Қазақстандағы Наурызнама 10 күндігінің 8-ші күні, яғни 21 наурыз ынтымақ күні. Олай болса, назарларыңызға береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік атты видео ақпаратты ұсынамыз. Ынтымақ күні ел үшін маңызды тарихи оқиғалар мен ұлттың жетістіктерін еске алу уақыты. Сонымен қатар елдегі әртүрлі топтар мен қоғамдық топтарды біріктірудің маңыздылығын білдіреді. Халқымыздың көңілінің дарқандығы мен мәрттігі, ілтипаты мен ізгілігі, бауырмалдығы мен туысқандығы тарихи тамырлардан, рухани сабақтастықтан бастау алады. Қазір елімізде қазақ халқы мен сандаған этнос өкілі иық тіресе тату-тәтті тіршілік кешіп жатыр. Ынтымақ күні бізді ұлттық құндылықтарға оралтып қана қоймай, ел ішіндегі ағайын мен сырттағы бауырларды байланыстырушы көпір ретінде қызмет етеді. Ынтымақ күні еліміздегі ұлтаралық жарастық пен сыйластықтың бірегей үлгілері мен дәстүр жалғастығын паш етіп, мәдени мұрамызды, ұлттық құндылықтарды ұлықтап, бір-бірімізге деген құрметімізді тағы бір танытатын тағылымды мереке.